Ассалаумағалейкумдер. Қайырлы күн болсын барлығыңызға. Тендермен пайда табуға бола ма мемлекеттік сатып алуны? Менде жүріп жатыр. Міне, менде мемлекеттік сатып алу порталы. Мына ішінде көрсетейін қазір сіздерге. Қысқа нұсқа түсіндіріп жіберейін. Место поставка Алматы қаласын таңдайық қызыққа. Алматы. Үлкен әріппен жазамыз. Алматы дегенде город Алматы шығады. Нұр-Сұлтан деп алайық бұлар. Нұр-Сұлтан. Нұр десем, город Нұр-Сұлтан, Астана қаласы деп алайық. Мынада сумма 5000 теңге тендерді алайық, мысалы 505 мың. Мысалы 100 мың, 10 мың, 100 мың. 100 мың теңгеге алайық. Нұр-Сұлтан. Ценовое предложение, мысалы. Запрос ценовое предложение. Кеттік. Найти. Табамыз, кеттік. Найти болды ма? Енді түсіріп жатырмын. Бір тексеріп жіберейін. Түсіріп жатыр екен ғой, я. Аңғармай қалыппын, кешірерсіздер. Жасырып тұр екен. Мына жерде стиральный порошок, ценасын көрсетіп тұр. Бізге ценовый предложениесі керек. Мысалы 13-і, 14-і ертең жақын арада бітетіндері керек. Хозяйственный товар дейді. Приобретение товар, услуг, проверка средств измерений. 13-і, 14-і күнге қарағым келіп тұр. Мен енді 13-і, 14-і күнге тендер алғым келіп тұр. Белгілеп. Арзандау тендерлардан жасай берсең, жайлап бара бересің. Канцелярский товар. Жетеді еді бұның ішінде бар ғой. Өзің қандай неге жақынсың, соны алып жасай беруге болады. Қазақстанда жасай беруге де болады. Заявка жіберуге болады. Қазір время қанша уақыт болды екен, тексеріп жіберейін. Екі минут болыпты да. 3 минут. Давай біреуіне заявка жіберіп тастайық. Сіздерге практика болсын, қызық болсын. Сіздер қараңыздар ал. Біреуіне мен заявка жіберейін кеше. 12-сі, 13-і күнге. Хостабар Астана дейді. Ең бірінші тендермен кірсе ұтып аламын. Ақтөбе қаласына. Қазір қызық болсын. 12-сі күнге мысалы. Числолары 12-сі күнге бітетіндер. Электротовар, экран мастен, мел, ор. Товардың түрлері бар, бұны бар, бірақ ақша саласы сіз міндетті түрде. Бұл енді нені товарды сатып алып, мекемеге апарып беруге болды. Үстінен ақша көресіз. Мен кезінде жақсы ақша көрдім. Противогаз саттым. Ручка мекемелерге. Канцтовар, медицинский товар. Қазір міне қараңыз. Товардың түрлері бар, енді сізге қайсысы ыңғайлы, соны жасай беруіңізге болады. Сетевой фильтр дейді, міне қараңыз, сетевой фильтр. Сетевой фильтр деген бұл енді не компьютерге жалғанатын нәрсе. Міндетті түрде бұны лотты ашамыз, нағады. Лотты ашамыз міндетті түрде. Для офисной оргтехники мини 5 разъемов и дальний 5 метров дейді, мысалы. 3800-ден беріп қойыпты да. Бұлар барахолкада мысалы 1500 теңге, 1000 теңге тұратындығы. Пайда көруге болады, болмайды емес.
технический спецификация дейді. Міндетті түрде ашып қараймыз мынаны. Бұлар енді кейде бүйтіп осылай технический спецификация дейді. Мынадан қараймыз міне. Желілік фильтр, сүзгіш желілік, ұзындығы 5 метр, ажыратқышы 5 метрден кем болмау керек деп жазған ғой, көрдіңіздер ма? 16 амперлік бәрін қарайсыз міне. И содан кейін оған не жібере бересіз? Так, сертификат дейді, мысалы, сертификат сұрап тұр бұған. Тауардың сапасына сертификат берейік, тауарға кепілдік, гарантийный бәрін жазып, қолдан жазып бере қоясыз. Сетевой фильтр дейді. Негізі арзан тендерларда проблема вообще болмайды десе де болады сіздерге. Қанша теңге? Маған керек жоқ еді ғой. Интернетім сөніп қалады екен. Полетқа қойып қалды. Автоматты выключательге мен тауып алдым, қазір заявка жіберемін, соны кешеден іздеп отыр едім. Міне Астана қаласында міне общее сведение міне шығардым. Общее сведение міне Астана қаласы, город Астана, район Алматы, Сәтбаева, лот қараймыз. И енді бұған заявканы қалай жібереміз? Қазір қара міне. 1000 теңгеден 100 штук дейді, 100 мыңға дейді да. Мұны мен бір жерден 450 теңгеге көріп тұрмын. Атсел 400 теңгеге сатып алам, 600 теңге маған пайда. Иә, кеттік міне. Народный банк, мен жөнінде информацияның бәрі мысалы мына жерге толтырылады. Одан кейін міне далее кеттік, далее. Бұл жерге птичка қоямыз. Добавить выбранные. Кетті. Далее басамыз. Заявка жіберіп жатырмыз. Обеспечение заявки. Обязательно деп тұр қапталында. Көрдіңіз ба? Добавить кетті. Электронный кошелектен біз заявка бергеніміз үшін біздің электронный кошелектен процент ұстайды уақытша. Кейін оны қайтарып береді. 1000 теңге ұстау керек. 100 мыңға 1000 теңге. Бұрын на халявы қатыса беретін кез келген адам. Қазір сенің электронный кошелегіңде ақша болу керек. Электронный кошелекті оны кейіннен көрсетемін сіздерге. Егер комментарий жазып, әрі қарай білгілеріңіз келсе, подписка жасап, қоңыраушаны басып қойып отырсаңыздар, мен күнде видеолар салып отырамын сіздерге. Тендер жөнінде. Наименование товар. Осы жағы жоқ қой. Выключатель. Мягкий знак. Завод. Китай бұл. Китай деп жазамыз. Китай. Страна схождения дейді, шыққан жері. Бұл да Қытай. Мысалы. Мына кішкене таңдап аламыз. 156 Қытай деп тұр міне. Сохранить басамыз. Кетті міне. Сохранить. Вернуться заявку. Көрдіңіз бе? Вернуться заявку. Артқа қарай қайтамыз. Кеттік міне. Обеспечение заявка жаздық. Описание товар жаздық. Мына жерде обязательно деген жерлерге толтыру керек. Обязательно. Не обязательно деген толтырмайсыз. Обеспечение заявка, описание товар. Екеуі көк птичкамен жанып тұр. Көрдіңіздер ма? Далее басам. Кетті далее. Енді мынадан мен өзім ценамды берем. 100 штук 1000 теңгеден 100 мың. Мен аламын да 1000 теңгеден берем. Оған пока ешкім жоқ қатысып жатқан. Ертең бітетін тендер. 1000 теңгеден бердім, 100 мың теңге. Подписаться цены. Мен ЭЦП ключ, тоның ЭЦП ключін терем. Міне, ЭЦП ключ. Другой сертификат. Міне қарам. Өзім тоның ЭЦП ключін терем.